Birlikte dönüp gördüm sen. Sen yok erten var. Tamam geldim. Koşayım. Arkada koymayacak. Takamaymaydı öyle. Alo. Привет, Жан. Ау, Қошақан. Мен шықтым. Сен келесің ба? Қазір барамын. Не, жігіттер, ренжіп болмасын, мен кеттім. Гүлназ! Гүлназ! Mening muhabbatim әлі жанып өшпеген Mening muhabbatim бірден оянды бәрінде Mening muhabbatim өзіңдей жанды іздеген Сені мен кетпесем өз өзімді жеп бітем Тыңда жаным сұрашайын ойымдасың әрдайым Жан, мен саған бірдеңе айтуым керек. Айта ғой, Қошақаным. Мен екіқабатпын. Не? Ева! Шын ба? Жан, енді не істейміз? Алдырып тастаймыз ба? Қалай алдыртамыз ба? Басын жасай ма? Қалай не істейміз? Болды, үйленеміз. Сиқыр бар күлгіңде Менің махаббатым әлі де жанып өшпеген Мама, тамақ пісті. Тамақ жеңіз. Ей, мынау не? Быламық етіп. Осында тамақ пісірдім деп тұрсың ба? Ей, сен де. Мә, өзің же быламығыңды. Әке көрмеген, шеше көрмеген адам болар дейсің бе? Ей, көргенсіз, қолынан боқта келмейді. Сұңқардай балама, кенедей жабысып келіп тұр ғой. Ей, көзіңнің сорасын ағызбаш, тексіз неме. Ей, Қошақаным менің. не ошу? Әй, көргенсіз. Бала таңертең жұмысқа барады ғой. Ұйқы бер шеш. Есік дәл осылай ашық тұратын болсын. Жабушы олма. Мам, мен үш айға командировка кетіп бара жатырмын. Өтініш, Гүлназға ұрса бермеңізші. Өзі зорға жүр. Ойбай, қатыншылын бұның. Өлмес, кете бер. Әй, жетімек! Шық үйден көзіме көрінбе, жоғал! Намусырларыңды ала кет. Мама, мен қайда барам? Қайда барсаң, онда бар, шаруам жоқ! Жетімнің көзі жас екен, одан да қаны ащы екен, әкенің мұзба жүрегі. Балалар үйінен шыққан қызды менсінбеген шешесі қолғанатты мәжбүрлеп басқа қызға үйлендіріп қояды. Айызды байау, мұна келінде оңбат. Әке шешесінің тәрбиесін көрген қыз ғой десем, көкбеттің де көкбет екен, әдесем әдеп. Жұмыстан келсем, үйде жиналмаған, тамақта пісірілмеген. Күнде төр күнде. Не қылған жиын? Әй келін, қайда жүрсің? Ең болмаса тамақ пісіріп қоймайсың ба? Қойыңызшы, не? Сол да проблема болып па? Пісірмесем заказ ете салмайсыз ба? Жақпай-ақ қойдым-ақ сізге. И так-то балаңыз 1 жыл болды қасыма жоламай жүргеніне. Білесіз ба? Мен кетем. Көрдің бе не? Көкбеттің де көкбеті. Өзіңе де сол керек. Ана жуас келінге күн бермедің жетім деп. Тағдырына кінәлі ма?
Ey sende. Сорлы басым-ай. Мен не істеп қойдым? Екінші келін де кетіп қалды. Бала да үйде тұрмайды. Үйім қаңырап қалды. Тәрбие, мінез деген әке шешесі бар жоғына қарамайды екен ғой. Гүлназыма обал қылдым. Мама деп, күлімдеп тұратын, үйді мұнтаздай таза ұстайтын, тамақ пісіре алмаса, өзім неге үйрете салмадым екен? Бала еді ғой. Көзіме қарап еркелегісі келіп, шәутеңдеп тұратын. Басымдағы бағымды түсінбеппін. Тәтті балақай. Сенің добың ба? Маман қайда? Жүр маманға барайық. Сағыныш! Сағыныш! Бұл сонда. Иә, мама. Бұл сіздің немереңіз. Гүлназ жаным, үйге жүре ғой.